NASA Марстағы ежелгі өмірдің ең айқын дәлелін тапты ма? 2026 жылдың ақпанында ғарыш агенттігі тарихи мәлімдеме жасады. Perseverance роверінің зерттеген тасында ешбір белгілі геологиялық процеспен түсіндіруге болмайтын белгілер табылды. Ғалымдар бұл белгілерді 3 миллиард жыл бұрын өмір сүрген көне микробтар қалдырған деп санайды. Perseverance ровері 2021 жылдың ақпанында Изера кратеріне қонды. Миллиардтаған жыл бұрын бұл 45 шақырымдық кратерді терең көл және өзендер толтырған. Ровер көне өзен дельтасын зерттеп, сумен құрылған немесе өзгертілген тастарды іздеді. Бұл бір кездері тіршілік болуы мүмкін орта. 2024 жылдың шілдесінде Perseverance Неретва Валис өзен арнасының жағасын зерттеген кезде тамаша жебе тәрізді тасқа кезді. Оны Чиава Фолс деп атады, Гранд Каньондағы сарқыраманың атымен. Оның ішінде кальций сульфатының ақ тамырлары анық көрінді, бұл тасқа бір кездері су ағып өткенінің дәлелі. Бірақ осы тамырлардың арасында ғалымдардың көзіне таңқалдыратын нәрсе түсті. Гематиттің Марсты қып-қызыл ететін минералдың қызғылт жолағында бейтарап бояулы дақтар пайда болды. Оларды қараңғы сақиналар қоршаған. Топ оларды леопард дақтар деп атады. Шерлок аспабы тастан органикалық қосылыстарды, жердегі өмірдің негізгі құрылымдық блоктарын тапты. Пиксел аспабы дақтардан темір мен фосфатты анықтады. Бұл дақтар тастың ішінде бір кездері микроорганизмдерді қолдаған химиялық реакциялардың бар екенін білдіреді. Ғалымдар бұл процесті былай түсіндіреді. Тастағы гематит химиялық реакцияға ұшырап, қызылдан аққа айналды. Бұл реакция темір мен фосфатты бөліп шығарды. Осы реакциялар дақтардың айналасындағы қараңғы сақиналарды жасады. Ең маңыздысы, мұндай реакциялар микробтарға энергия көзі бола алады. Тас бастапқыда балшық пен органикалық қосылыстардың қоспасынан пайда болып, біртіндеп тасқа айналған болуы мүмкін. Микробтар шынымен осындай дақтар жасай ала ма? Мұны тексеру үшін Эдинбург университетінің зерттеушілері революциялық тәжірибе жүргізді. Олар темірге бай шөгінділерді ыдыстарға салып, кейбіреулеріне микроб қауымдастықтарын енгізді. Бірнеше аптадан кейін тек микробтар бар ыдыстарда миллиметрден сантиметрге дейінгі ағартылған дақтар пайда болды. Стерилді бақылауларда ештеңе болмады. Нық секвенерлеуі ағартылған аймақтарда темірді тотықсыздандыратын бактериялардың мол екенін растады. Жоэл Хуравиц басқарған зерттеу тобы нәтижелерін бір жылдық рецензиялаудан кейін Nature журналында жариялады. НАСАның атқарушы әкімшісі Шон Даффи, бір жыл тексерістен кейін олар басқа түсіндірме таба алмады. Бұл біздің Марстан тапқан ең айқын өмір белгісі болуы мүмкін деді. Чиава Фолстан бұрғыланған Сапфир каньон үлгісі Марста мөрленген түтікте сақтаулы тұр, жерге оралуды күтіп. Бірақ НАСАның бюджеттік қиындықтары Марс үлгілерін қайтару миссиясына қатер төндіруде. Ғалымдар болашақ миссиялар осы бағалы үлгілерді зерттеу үшін жерге жеткізеді деп үміттенуде. Әлемде жалғыз бен ба деген сұрақтың жауабы сол кішкентай түтіктің ішінде миллиондаған шақырым қашықтықта жасырылған болуы мүмкін.